Сәлем оқырман. Сержан мен Арай эфирде бірнеше күндері жоқ болса да, өз ара кездесулерін тоқтатпады. Сержан бар. Әдемі таныстық, жақсы қарым-қатынас, жұптыққа келе жатқан жандардың бірі. Бүгін екеуі мешітте бірге жүр екен, жұптық емес, бірден некелерін қиып тастамады ма? Осындай ойлар келіп жатыр, қанша дегенмен қызымыз орамалда, исламға жақын. Оған қоса бірнеше жыл таныс, сол үшін де мүмкін деп қоямын. Сонымен қатар осы аптада Сержан болса Арайдың анасымен танысқан еді. Сіздер қалай ойлайсыздар, эфирге қашан шығады? Жаңалықтар жетіп жатыр, ендіге күтумен өтеді ау. Екеуінің таныстығынан бастап бір күн көріспей өтпегендей. Осындай назарды Сержан еш қызға бөлмеген секілді осы маусымда. Жұптық ара қатынас па, әлде бірден той болып кете ме? Сержан болса өз парақшасында Араймен түскен суретті салып, өз ойымен бөлісті. Көпшіліктің айтуы бұл әлі үйленбейді. Иә, ондайда кезеңдер болды, қиын уақыттар, үлкен сынақтар өтті бастан. Бүгін сол кезде сондай бір Сержанды көрген шығарсыздар, әлі ештенеге дайын болмаған. Ал қазіргі Сержан мүлде бөлек, бұл Сержан қазір өзгерген. Себебі осы жолы жүректі тыңдадым, ойымда, жанымда, тәнімде, жүректе бір ғана нәрсе айтты Арай. Аллаға сансыз шүкір, бәрі жақсы, көңілде орында. Ендігі текінді қадамдар, көп жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Арамызға от салғысы келетін пенделер, менде айтайын сіздерге, бізде мықты қару бар, ол дұға. Әкемнің жоқтығы ғана қынжылтады, келінім көріп кеткенде арманым жоқ болар еді. Қарсы келе алмаймыз, Алланың қалауы осы, енді аналарымызды қуантып бақытты етуге тырысамыз. Алда үлкен белестер күтуге, барлығына қол ұстасып жететінімізге сенемін. Бізбен бірге болып қолдауларыңызды аямаңыздар, дейді Сержан. Көрерменнің пікірін оқысақ, не жазып жатыр екен? Екеуінен де бала болғасын қиындау. Тұрмысқа шықпаған, баласы жоқ қыз. Алғанда жақсы болар еді, бірақ өзінің таңдауы, бақытты болсын. Сержан балам таңдауын өте керемет. Алла қолдасын. Аналарны сендердің бақыттарына бөленсін. Тіл көзден аман болыңдар. Бақытты жанұя болыңдар. Бұрында қайда қалдың? Арай аяққандық тұрғанда көзге түсті ме? Соны біліп жүріп Регинамен қалған қыздармен жүрмеу керек, түктің сенбеймін. Арай алданбаса болды, не қылған махаббат ашыла қалған. Сері жігіт сұлу қыз, сол кезде қатты қынжылып едім, мүмкін уақыты келмеген шығар, дұрыс жасадыңдар. Махаббат женсінші. Қол жетпес жігіт болдың, қыздарға іштері күйсе тұз жаласын. Арай сабырмен жеңді, сері жігітке сұлу келіншек туып. Жаным халқым, біреуге ұнамаса өтіп коммент жазбай ақ өтіп кете салсаңыздаршы. Не сөз мынау, ондай еді, ондай еді. Кім мына өмірде періште а? У всех свои скелеты в шкафу. Бәрінің өткен өмірі бар, Арайда бақытты болуға лайықты, екінші шанс алуға құқылы. Екеуіне жай ғана бақыт тілей салайықта, Сержан Арай, бақытты болыңдар, үбірлі-шүбірлі болыңыздар. Дейді көрермендер, сіз қалай ойлайсыз?